Қайырлы күн, Алтай Ньюс оқырмандары. Сіздермен бірге Балауса Майлысқызы аптадағы айшықты жаңалықтармен бөліспек. Көктем келгелі елімізде ерген қар мен ернеуінен асқан өзен көлдер халықты әбден әбігерге салды. Тасқын судың кесірінен мыңдаған адам баспанасы қалды, мал қырылды. Төтенше жағдайлар вице-министрі Бауыржан Сыздықов Қазақстандағы су тасқынына қатысты жағдай тұрақты түрде күрделі жағдайда деп отыр. Осыған байланысты барлық облыс басшылары төтенше жағдай қызметі бақылауды күшейтті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен су тасқынына қарсы шараларды үйлестіру және қарғын су жүру кезеңінің салдарын жою жөніндегі республикалық штабтың отырысы өтті. Жиын барысында премьер-министр Олжас Бектенов, төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов баяндама жасады. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Ермек Көшербаев тасқынға қарсы дайындық жұмыстары жоспар бойынша алдын ала жүргізілгенін атап өтті. Бүгінде облыс аумағының 78% қар басып жатыр. Әсіресе таулы аймақтар Марқакөл, Алтай, Глубокое, Самар аудандарында қар жамылғысы қалың. Облыс басшысы қазіргі уақытта аймақтағы ахуал тұрақты екенін жеткізді. Өңірде көлік қозғалысы бірқалыпты тоқтап тұрған жоқ. Таулы аймақтарда түнде қауіпсіздік мақсатында кейбір көлік жолдары жабылды. Аймақ басшысы әкімдік барлық қызметкерлермен тығыз байланыста жұмыс істеп жатқанын және жағдай толық бақылауда екенін айтты. Облыс аумағының 78%-нан астам бөлігінде әлі қар жатыр. Қыстың аяғында шығысқа мөлшерден тыс қар түскені бәрімізге аян. Осыған байланысты тасқын судың алдын алу үшін қандай шаралар жүргізілуде? Күні кеше облыс басшысының орынбасары Бақытжан Баяхметов төтенше жағдайлар департаментінің басшысы Ерғали Бахаев пен бірқатар құзырлы орган өкілдері облыстағы су тасқыны қаупі бар жерлерді әуеден барлап қайтты. Өскемен, Глубокое, Шемонаиха, Риддер, Алтай, Үлкен Нарын, Катонқарағай бағыты бойынша жұмыс тобының мүшелері әуеден аудан қалаларда қалыптасқан жағдайды тексерді. Өзен көлдерде мұз көбесінің сөгілуі байқалады дегенмен өзендердің арнасынан шығуы мен мұз кептелісі сияқты жағдайлар тіркелмеген. Жұмыс тобы өңірге қарасты Күршім, Самар, Марқакөл, Үлкен Нарын аудандарындағы жағдайды да бақылап қайтты. Айтуларынша су басу қаупі жоқ. Су тасқынына қатысты ахуал ушыққан жағдайда облыста 2270 адам, 732 бірлік техника мен 234 мотопомпа, 61 бірлік жүзу құралдары сақадай сай. Тұрғын үйлерді су басқан жағдайда халық уақытша орналасатын 17600 адамға шақталған 153 эвакуациялық пункт ашылды. Шығыс Қазақстан облысының дәрігерлері жолда қалған ана мен балаға тікұшақпен аттанды. Қарғын судың салдарынан кейбір бағыттағы жолдарда автокөлік қатынасы уақытша тоқтатылған. Облыс орталығынан босанған ана сәбимен үйіне жете алмай Көкпекті ауданының Тассай ауылында аялдауға мәжбүр болғаны. Өйткені бұл өңірде қарғын су жолдарды басып, автокөлікпен қатынау мүмкін емес еді. Облыс әкімі аппаратының авиациялық бөлімшесінің тікұшақтары осындай қысылтаяң сәттерде әсіресе адамдардың өмірі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында науқастарға шұғыл көмек қажет болғанда қолданылады. Вот получается у нас поступил. Ауа райының қолайсыздығына байланысты жолда қалған жас ананы облыс орталығына жеткізу қажет деген хабар келіп түсті. Ана мен баланың жағдайы қалыпты. Дегенмен операциядан кейінгі асқынулардың алдын алу үшін және жаңа туған нәрестеге тиісті көмек көрсету үшін бүгін таң сәріден тікұшақпен Тассай ауылына ұшқалы тұрмыз. Ана мен баласын Өскеменге жеткізіп, ары қарай осы жерде көмек көрсетеміз. Анасын облыстық ауруханаға, ал нәрестені ана мен бала орталығына апарамыз. Шығыста қар көшкіні жүру ықтимал. Қазселден қорғау мемлекеттік мекемесі Шығыс Қазақстан филиалының ақпаратына сүйенсек, 2-4 сәуір аралығында облыстың таулы аудандарында көшкін қаупі жоғары. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары тұрғындарға таулы аймақтарда саяхат жасамауға кеңес береді. Естеріңізге сала кетейік, төтенше қызметінің бірыңғай телефон нөмірі 112. Осымен бүгінгі хабар өз мәресіне жетті. Тасқын судан аман болайық. Келесі кездескенше.